Сәлем оқырман. Хаманың тойы дүркіретіп үйде өтуде. Диананы үйге келін қылып әкеліп бақытқа толы. Жан құрбысы Ақбота бірге Машатқа еріп барды. Күндерін жақсы өткізуде. Хаманың достар қасында бұрынғы қатысушылар да бар. Ақтөре де тойға жетіпті, бірақ Шерхан жоқ. Ақботаның бір өзінің қойғаны талабы бар секілді. Мен барған жерге Шерхан жүрмейді деген. Өте жақсы достар болған еді. Ақтөре хамы, Шерхан ізбасар. Ақбота шынымен де қатты жек көріп кеткен секілді. Пікірлерді оқып көрсен, біреулер Ақбота кешір Шерханды, қосылыңдар десе. Басқалары Шерхан ұрды қалай кешірет дегендер де бар. Бірақ ешкімнен ондай үлкен сөздер айтылмаған білуімше. Өсек сыбыз ба, әлде бот айтқан еді ме осы жайлы, кім білет. Бірақ артқа келіп еске түсірсем білеміз ғой Шерханды. Ара қатынасында сондай жағдайлар болған еді. Кім білер енді, қосылса жақсы болатын еді ғой. Алдыңғы эфирдегі тойға Шерхан қатысқан еді. Және де мен басқа біреулер сияқты жүргім келмейді. Бақыттармен бөлісіп жатқан адамдардың тойына қатысқым келеді деген. Ал бота бармай, оған өз себептері бар деп артық ештеңе айтпады. Ал тойға келсек, Бексұлтан кіші кірім үйдегі тойды басқаруда. Бәрі бір жақсы күйде жүргені көрінеді. Пікірлерге көшсек, кім не деп жатыр? Ой құдірет, ай қосылмай жатып ажырасқан несі? Болмашы нәрсеге ренжісіп баланы әкесіз өсірейін деп жатыр ма бетпақ? Шерхан мықты жігіт, дұрыстап сөйлес. Алғаннан соң адам болып кету жағын ойлау керек, бәріне шыдап. Өмірдің ащысына да тұщысына да көне білу үлкен өнер. Бақытты болу адамның өзінің қолында екенін біліп қойыңдар. Ақботаның мінезі нашар қыз ғой. Шерхан өмірде жар таңдаудан қателескен сияқты. Неше бір керемет қыздар болды жобада. Отырғанда асығыс үйленген сияқты. Мына бота өзінше ұят жоқ. Шерханға не қыл дейсің? Аяғына жығылама. Сенде әдеп жоқ. Анау баланы әкесіз өсіресің бе? Саған ақша артық па? Әне бүкіл арын төгіп, Зухрада кешірім сұрат. Ал бас айналған Бексұлтан қосылды. Себебі ақымақ Зухраны адам болады деп. Ал сен сонша баяғыда әке сағынып быт-шыт болып жылағансың. Әкем жоқ қайда? Енді Шерханды ит жасамай тидің, енді қайтадан ти. Өкінесің. Шерхан мен Ақбота тұрақсыз екені алғашында білініп тұрған. Негізі Шерхан ондай жігіт емес еді, кім білсін? Адамның ішкі құпиясын ешкім білмейді ғой. Дейді оқырмандар, сіз қалай ойлайсыз?